Так, қайырлы күн достар. Бұйырса эфирді бастаймыз. Тағы да теңіз жағада бұйырса. Бүгін соңғы эфир теңіз жағада жүргіземіз. Оған бірнеше себеп бар. Қазір байланысты тексеріп көрейік. Аха. Нормально дейді. Бұйырса төмен түсейік. Достар, мына жерден керемет. Міне, шпада тұрмын. Астында адамдар жүр. Қайырлы күн, достар. Қайырлы күн. Бүгін тағы да теңіз жағадамыз бұйырса. Так, Қарагөз қарындасым. Сәлем, баршаңызға сәлем. Мен ыңғайлы жер тауып алайын. Ана жерде бір отыратын жер бар екен. Отырып алайын. Так, достар, бүгінгі тақырып білесіздер ғой, толық басқар. Толық басқар тақырыбы соңғы 5-ші күніміз бұйырса. Мына жерде міне керемет жер бар екен. Бұл жерге отыра қояйық. Бісміллә. Так, қайырлы кеш, достар. Адамдар жиналсын. Так, қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Аман есенсіздер ме? Так, иә, керемет. Табиғат. Аха. Болды. Бұйырса бастайық. Достар, үй тапсырмалар қалай орындалып жатыр ма? Бұйырса ертең араңыздан 3 үздік адамды анықтайтын боламыз. Бізде қазір бәрін Excel-мен тексеріп жатырық үй тапсырмаларын. Гаухар, сәлем. Так, достар, бүгін мен 4-ші күнге де аман есен жеттік. 5-ші күнге, соңғы күнге. Осы 4 күнде алған сабақ қалай сізге пайда беріп жатыр ма? Бір өзгерістер бар ма? Өзгерістер, қандай өзгерістер бар? Мана Құралбек ініміз аформациясы жақсы болып, табысты болып жатыр екен. Да, бізде запись тұрады, Инстаграмда тұрады, марафонда, және Инстаграм парақшасында марафон деген парақшада, өзгер марафон. Сосын Ютубта болады, Ютубта тұрады. Кейін тағы бір қарай берсеңіз болады. Так, не үйрендік, достар? Осы күні кішкене қорытындылайықшы осы 4 тақырып бойынша. Бірінші тазалық дегенді өттік те, тазалықтан кім қандай инсайт алды? Тазалықтан кім қандай инсайт алды? Молодец. Бауке, таңда тұрғанда не істеу керек екенін үйрендім дейді. Ол таңғы дәстүр деп аталады. Таңғы дәстүрде біз 6 дағдыны өттік те. 6 дағдыны. Так, біз бірінші күні тазалық өттік. Екінші күні біз санаға сенім сөздерді. Солай ма? Екінші күні санаға сенім сөздер. Жоқ. Екінші күні біз таңғы дәстүрді өттік. Таңғы дәстүрде 6 дағдыны өттік. Үшінші күні санаға сенім сөздер. Кеше 4-ші күні өмір үйлесімділігі, тепе-теңдігі деген тақырыпты. Міне 5-ші күн толық басқар деген тақырып. Так, Гаухар, иә бар, менде магазин кішкентай, сауда жақсы болып жатыр. Неге менің табысым көбейіп жатыр деп айтып жүрмін. Оған жаңа 4 қадамы бар ғой. Аформацияны айтқанда, бірінші позитивті болу керек. Екінші неге деген формулировкамен айту керек. Неге ол неге орындалған ретінде айтамыз да. Сосын үшіншісі сену керек. 4-ші оған амал ету керек. Сол кезде бізде жақсы жағдайлар бола бастайды. Тазалық өте жақсы болды. Үйдің ішін бәрі жақсы болып, таза телефонда тазарып қалды дейді. Себебі тазалықтан бастағанымыз біздің өміріміз, мысалы
егер де бірігіп жатса, баяғы жағы шкафтарымыз бірігіп, холодильнигіміз бірігіп, тағы жаңағыдай компьютер, телефондарымыздың іші толып кеткен болса, соның барлығы бізді қуатталады. Қуаттың бәрін алып кетеді, шаршатады. Сосын ары қарай бізде жүруге кедергі болатын нәрселер. Сондықтан солардың барлығын тазалықтан бастағанымыз дұрыс болды. Так. Менде қайталау сабақтар болды. Пост керемет болды. Сонда да афформация туралы нақты информация, инсайт алдым дейді. Көпшілігіңіз информацияны енді естіп жатқан боларсыздар, себебі ол қазір Google-да да іздесеңіз ол жоқ. Google-да іздейтін болсаңыз афформация деп жоқ. Аффирмация десеңіз шығады. Бұл тәсіл Нова Сент-Джон деген авторы, ол 7 законов счастья и богатства деген кітабы бар. Сол жерде осы тәсілді сол кісі ойлап тапты. Себебі ода өмірінде көп жаңағыдай аффирмацияны айтады, нәтиже болмағандықтан ол күнде өзіне айтады екен. Неге осы мен күнде аффирмация қайталаймын, бірақ орындалмайды. Соны күнде айтады екен. Неге мен аффирмация қайталаймын, бірақ аффирмация маған жүрмейді деп. Сөйтіп бір күні душқа түсіп сондай оймен жаңағыдай негативті аффирмация айтып отырып, соған инсайт келеді. Мен өзімнің санама сондай негативті запрос жіберіп жатырмын екен ғой. Сондықтан менің өмірімде сол орындалмай негативті жағдай көп алып жатыр деп, сол кезде инсайт келеді да, сөйтіп жаңа тәсілді афформация деп бекітеді. Афформация. Бұйырса, тегін марафонда Алла разылығы үшін осы сендерге пайда болсын деп жүргізіп жатырық. Міне соңғы күніне де келіп жеттік. Алла осы алып жатқан біліміңізге береке берсін. Тоқтамаңыздар, жасай беріңіздер. Так. Көбі естімеген афформацияны міне енді естіп жатсыңыздар. Соны қайталаңыз. Кеше Айжан қарындасым жақсы афформация жазды мысалы. Енді араңызда намаз оқитындарыңыз болса, Алланың қалауымен деп қоссаңыз керемет болады. Алланың қалауымен неге менің өмірім күннен күнге барлық жағынан жақсы болып келеді. Алланың қалауымен неге мен табысты болып келемін деп. Сондай афформацияның алдына Алланың қалауымен деп қосатын болсаңыз, онда нұр үстіне нұр болады. Так. Сосын достар, тағы да қандай нелер алып жатсыңдар. Әйтеуір пайдалы болды ма осы біздің марафон сізге пайда берді ма, жақсы ма? Келесіде тағы осындай марафондар жасайық па? Осы Өзгер академиясы ары қарай сізге осындай марафондар, қандай тақырыптар сізге қызықты достар? Қандай тақырыптарда сізге жүргізейік? Енді көбінде жаңағы мақсат дегеннің өзі ауқымды тақырып, мақсат дегеннің өзі үлкен ауқымды тақырып. Бұл жерде мұратты айқындаудың бір негізгі 3 тәсілі бар да, 3 жаттығуы бар. Сол арқылы біз мұратымызды айқындаймыз. Мақсатты айқындауда ол да бір үлкен тақырып. Бұл жерде жаңада бірнеше тәсілдер бар. Сондықтан оны да бір алдағы уақытта бұйырса жүргізетін боламыз. Маған жекеменде көп адамдар жазып жатыр, мақсатты қалай айқындауға болады деп. Енді Өзгер академия бойынша бізде қазіргі таңда бар білімдерді айтып кететін болсам, қазіргі таңда бар курстарды, марафондарды біз енді арнайы сол адамдар бірінші таныссын, біздің академиямен таныссын, біздің экспертноспен таныссын деп осындай тегін 5 күндік марафонын беріп жатыр. Осы тегін марафонда базалық білімді алу арқылы біздерге сенімділіктері артқаннан кейін
өздері көреді. Егер де ұнаса бізбен ары қарай жалғастырады білімін. Егер де ұнамай жатса, немесе жаңағы барлық айтылып жатқан заттар оларға таныс болса, олар басқа марафондарға қатысса болады. Ал егер де бізбен кішкене жаңа ақпараттар алып, пайдалы ақпараттарды дұрыс жеткізіп жатқан болсақ, онда бізбен ары қарай жалғасуға болады. Бізде енді бұйырса 20-сында таңғы дәстүр дегенді алдында бір тестовый жүргіздік. Тестовый болғанда бір тестовый ретінде көрдік. Содан кейін біраз қателіктерімізді байқадық та, кішкене сол жерден барлығын Learn деген программаға енгіздік. Бәрін модульмен соларға қосалқы жаңағы файлдар, керекті аформация тізімдері, библиотека, кітапқа сілтеме, содан кейін медитацияның түр-түрін жазып қойдық. Сосын жаттығудың түр-түрін видеомен жазып қойдық. Барлығы сол жерде 6 дағдыны жаңағы екінші күні өттік қой, таңғы дәстүр. Мен сіздерге 1 сағаттың ішінде былай жалпылама айтып кеттім. Ал оны терең нақтылап өзіңіздің дәстүріңізге енгізу үшін сол терең енгізгіңіз келсе, таңғы дәстүр деген марафонда бұйырса біз 20-сында бастаймыз. 7 күн ол 1 апта болады. 6 күн жаңағы 6 тақырыпты береміз, 7-ші күн стратегия береміз. Бағасы енді өте қол жетімді, қарапайым. Мысалы Хелл Элрод бар ғой, жаңағы магия утра деген автор. Сол осы 7 күндік марафонын ода $100 тұрады, $100. Біздікмен енді 40-тың үстінде, 40 мыңда, 40 мың теңгеге жүргізеді. Ал біз дәл сол тақырыптар, сол өзіміздің кішкене менталитетімізге қарай, өзіміздің жаңағы, мысалы мен соны бәрін жүргізіп көрдім. Хелл Элродта бұда кішкене неғылып береді. Мысалы, бірінші күні сіз деген ода керісінше бастайды. Мысалы, таңертең тұрған бойдан сіз медитация жасауыңыз керек. Содан кейін жаңағы санаға сенім сөз айтасыңыз. Содан кейін барып арманға саяхат. Ода керісінше. Ал мен Ицхак Пентасевичтің және де Тони Роббинстің курстарына да қатыстым. Бұл жерде бірінші ұйқыны ашып алған жақсы, миға кислород беріп алған жақсы, су ішіп, жаңағы таза ауада дем жаттығуды жасап, содан кейін барып жаңағы жүріп келе жатырып, Аллаға шүкірлік етіп, одан кейін барып санаға сенім сөздер айтып, арманға саяхат жасап, кішкене күшті инсайттар алып, жаңағыдай қуат алып, сенімділік алып, содан кейін сенімділік артқаннан кейін барып, біз санаға сенім сөз айтатын болсақ, жақсы өтімді болады. Сол тәсілге мен келдім. Содан кейін барып жаңағы дене жаттығу 3 бөліктен тұрады. Жаңағы дене қуаты, бірінші икемділік, жаңағыдай қозғалып аламыз да, буындарымызды жаңа тартып, содан кейін барып екіншісі күш жаттығу, үшіншісі бізде жаңағы не дедік, төзімділік жаттығулары. Үйлесімділік бар осы тәсілде. Себебі мен бірнеше жылдан бері осыны жасап келе жатырмын. Содан кейін бізде көзіме кішкене күн түсіп тұр, мен мына киіп алайын да. Содан кейін бізде не болды? Кітап оқу. Кітап оқудың тәсілін мен Ицхак Пентасевичтен алдым. Тоже 4P деген. Ол таңғы дәстүрде бар. Кітапты қалай тиімді оқу керек. Сол тәсілді сол жерде беремін. Содан кейін бізде күнделікті қалай жазу керек. Жалпы күнделік жазуда бірнеше тәсілі бар, бірақ менің өзімнің жеке қазір жүйем бар, құрған. Соны бұйырса жақын арада шығаратын боламын, кожаный переплетпен бұйырса сол кезде сатылымға шығады, алсаңыз болады. Қазірде мен сізге соны айтып жатырмын. Енді соны толық білгіңіз келсе, мен сіздерге соның шетінен бланка ретінде, қазір менде бланкалар бар, осындай файлда, A4 қағазда, сіздерге соны бере аламын. Ертең таңғы дәстүрге оқимын деген адамдар болса, келсе сол жерде бізде 6-шы күнінде жоспарлау деген, күнделік толтыру деген тақырыпта сол жерде мен сіздерге соның барлығын беремін. Сосын фотоколлажды қалай жасау керек, сол жерде бәрін түсіндіремін, достар. Так, 5 бағытпен бастап оқыған жақсы екен, миды шошытпай. Иә, дұрыс, аз-аздан бастаған жақсы.
Иә. Бұйырса сол барлығы жай-жайдан бастайтын боламыз. Так, бүгінгі тақырыпқа көшейінде мен сіздерге екі стратегия берейін. Екі стратегияны қолдансаңыз міндетті түрде сізде жетістік болады. Бұл тәсілдер коучингтік құралдар, және де біреу коучингтік құрал, екіншісі ол да Искахтың өзің шығарған тәсілі, дағды құру тәсілі деп аталады. Өткенде мен сізге шет жағасын айтып кеттім де. Достар, міне сіз қазір енді негізгі базалық өсу үшін, тиімділікті арттыру үшін сізге базалық бірнеше құралдарды бердім осы 4 күн бойы. Міне енді 5-ші күн соны қалай тастап кетпей, қалай соны ары қарай алып кетуге, дағдыға айналдыруға болатын екі тәсіл беремін. Бұйырса соны қолданыңыздар. Бірінші тәсіл ол минимум 100% максимум деген. Жаңағы айтқандай, әр затты жай-жайдан аз-аздан бастау керек. Бірден ететін болсаңыз, шаршап қаласыңыз. Денеңіз ауырып қалады, шаршап қаласыңыз. Медитацияда сол, сіз бірден 25 минут, 1 сағат отыра алмайсыңыз. Сондықтан барлығын аз-аздан, 5 минуттан аз-аздан жасаймыз. Бізде минимумға, мысалы қараңыз, мен сіздерге қазір қандай тақырыптар айттым. Бірінші жаңағы үй тазалығы дедік те, үй тазалығы ол таза жалпы барлық жағынан, үй тазалығы, тән тазалығы, құралдар тазалығы да. Міне осы жерде сіз қазірден жоспарлап қойыңыз. Минимум 100% максимумға не жатады? Мысалы, сіз күнде қай жерлер жинайсыңыз? Мысалы, күнде туалетті жуу, күнде ыдыс аяқ жуу, күнде жаңа көрпе төсек жинау деген сияқты. Енді 100%-ке не кіреді? Ол апталық жұмыстарды, аптасына бір рет үйдің барлығын пылесостау, тағы бірдеңе деген сияқты сөйтіп бәрін бөлу керексіздер. Максимумда ол таза кәдімгі барлық үйлерді жинау, жаңағыдай бір бөлмеден бастайсыңыз, полный шығарып, жуып, бәрін реттеп, ол максимумға бөлсеңіз болады. Дағды құрғанда да сол. Мысалы, сізге кеше таңғы дәстүрде 6 құрал бердім де. Бірінші медитацияда сана тыныштығы. Сосын аффирмация, арманға саяхат, содан кейін жаңағы жаттығу, сосын жоспарлау, кітап оқу деген дағдыларды сізге жобалап айтып кеттім. Соның барлығын бір күнде жасау міндетті емес, бірақ істеген жақсы. Міне соларды жүйелі түрде жасау үшін жаңағы минимум 100% максимуммен жасау керек. Мысалы, минимумға не жатады? Жоқ дегенде сапарға шыққанда 6 минут жаңағы 6 дағдыны 6 минут жасасаңыз болады. Әрқайсысына 1-1 минуттан. Өткенде айтып кеттім де, бірінші 1 минутқа мысалы сіз бірінші минутта сіз жаңағы денені несіз дем жаттығуға кіріп, сананы дем жаттығуға бұрасыңыз да, сол кезде сізде стресс кетеді. Сіздің қан айналымы жақсы болады, сіздің санаңыз денеңе келеді. Дәл қазір осы сәтте боласыңыз, сізде стресс болмайды. Содан кейін жаңағы 1 минут етесіңіз, 4 рет терең демалып, ұстап тұрып, сосын жіберетін болсаңыз, сол 4-еуі 1 минутқа барады, 1 минуттың жобасына келеді. Сол кезде сіздің санаңыз тынышталады. Екінші минутта сіз санаға сенімді сөздер айтасыңыз. Мысалы, мен мықтымын, Алланың қалауымен менің өмірім күннен күнге барлық жағынан жақсы болып келеді деген сияқты санаға сенімді сөздер айтасыңыз. Содан кейін үшіншісінде біз арманға саяхат жасаймыз. Арманға саяхат, сіз өміріңіздегі күшті жетістіктерді ойлайсыңыз. 1 минут. 1 минут ойлайсыңыз. Қандай, мысалы, 5 жетістікті 1 минут ойлаңыз. Біріншісі мынандай болды, екіншісі мынандай болды, қандай сезімде болдыңыз сол кезде. Соны ойлау арқылы 1 минуттың ішінде сізге жақсы бір рухани көтеріліп қаласыңыз, өзіңізге сенім келіп қалады да. Сосын 4-ші минутта сіз жаттығу жасаңыз. 1 минуттың ішінде қандай жаттығу болады? 6 буынды қозғалтып жіберіңіз. Болмаса приседания, болмаса отжимания жасап жіберіңіз да. 1 минуттың ішінде. Содан кейін 5-шісінде кітап оқу. Кітап оқығанда жаңа кітабыңызды аласыңыз, хотя бы ішінде 1 минуттың ішінде бір цитата, бір толғандыратын бір ой оқып қалсаңыз, соның өзі сізде не болады? Дағдыға айналады, дағдыға. Сосын 6-шы дағды, 6-шы минутта сіз жоспар жазу. Жоспар жаңа күнделікті ашасыз, бүгінгі ісіңізді тізіп жазып жібересіз, болды, 1 минут сол. Соның барлығы 6 минут. Сапарға шыққанда, немесе бір тығыз шаруалар шығып қалған кездерде, үйге қонақ келіп қалған кездерде, сол 5-6 минуттық шаруаларды жасасаңыз болады, достар. Солар жасасаңыз болады. Міне, сол минимумға жатады. Ал максимумға 1 сағат күніге, 1 сағат. 1 сағаттың ішінде айтымда 20 минут жаттығу, сіз жүріп бара жатып, уже бір оқпен екі қоянды атасыңыз. Жаңа шүкірлігіңізді айтасыңыз,
ем жаттығу жасайсыңыз, содан кейін арманға саяхат, содан кейін санаға сенім сөз, барлығы 20 минуттың ішінде айтылып кетеді. Сосын 20 минут кітап оқисыңыз келіп, содан кейін сізде тағы 20 минут қалды. Сол 20 минуттың ішінде 10 минут медитация, 10 минут жоспар жасаңыз болады. Солай сізде жаңағы 100% сіздің дағдыңыз, соны жасасаңыз болады. Болашақ саяхат деп қойып. Сосын максимумға не жатады? Максимумға жаңағы таңғы 1 сағатыңыз жасайсыңыз. 20 минуттан жаңағы жаттығу, кітап оқу, сосын жаңағы медитациямен күнделікті. Сосын максимумда біз жаңағы таңғы 1 сағатты жасаймыз. После обед или кешке мысалы біреу шепингке барса болады, йогаға барса болады, болмаса жаңағыдай жолдасыңызбен серуендеп келе жатып, жаңағы ем жаттығу, арманға саяхат, санаға сенім сөз, болмаса мотивирующий кітаптар тыңдаңыз, сондай пайдалы істер жасасаңыз болады. Ол максимумға жатады. Енді қарайық, үшеуін талғайық. Минимум ол сіздің дағдыңызға айналдыруға жарайды, минимум. Тастап кетпесеңіз, күнде жасайтын болсаңыз, хотя 5 минут. Ол сізде дағдыға айналдыруға көмектеседі. Ал 100% ол сіздің дамуыңызға көмектеседі. 100% сіз дамисыз, білім аласыңыз, барлық денсаулығыңыз жақсы болады. Ал максимум ол сіздің конкуренттерден тезірек озуға көмектеседі. Максимуммен жасайтын болсаңыз, сіз тез өсесіңіз. Мысалы, кітапты біз айтып отыр, таңертең 25 минут оқимыз деп, 20-25 минут. Ал 100% және де максимумда сіз 3 бөліп оқысаңыз болады. 25 минуттан 3 бөліп оқысаңыз болады. Помодоро деген приложениемен. Айтпақшы, таңғы дәстүрде кітап оқу тәсілінде мен сіздерге кітап оқуға көмектесетін 3-4 приложение бар. Читалка деген, Помодоро, сосын Evernote деген сияқты. Мен соның барлығын өзімнің қазіргі таңда қолданып жүрген дағдыларымен бөлсемін. Олар сіздің ертеңгі күнде даже кітап жазуға, автор болуға да сізге көмектеседі. Сол дағдылар. Таңғы дәстүр сізге қызықты ма, достар? Кім қатысқысы келеді? Ертең біз 20-сында бастаймыз. Кімге осы қазіргі таңда қызықты осы тақырып? Кім қатысар еді? Біз өткенде тестовый жүргізіп, қазір енді толық упаковать еттік, Learn деген программаға енгізіп қойдық біз. Нұрдәулет жақсы дейді. Қазіргі таңда барлығымызда, мысалы қазір онлайнның жағдай ғой, онлайнның кезі, онлайн оқу ашуыңызға да қазір көп мүмкіндіктер бар. Сондықтан осындай курстардан қарап, мысалы Learn деген программаның өзінде қалайсыз жаңа оқу тәртіптері орналасқанын бәрін көре аласыздар. Жақсы. Қазір Telegram деген платформада қазір барлығы бар, тегін кітаптың барлығы бар, аудио кітаптар бар. Ең керек Telegramда бәрі бар қазір, боттардың ішінде бәрін таба аласыз. Так, достар, енді екінші дағдыны берем, екінші дағдыны. Ол ең мощный дағдылардың бірі деп атасақ болады. Әдетке айналдыру үшін, бір нәрсені бітіру үшін, болды мен қайтпаймын, осын до конца әдет қылам дейтін болсаңыздар, кітап оқуды, немесе жаңағы тағы басқа істерді. Мысалы, мен бір айда Құранға түсем деген ниет болса, нақты ниетіңіз болса, оған мынандай жағдайды қолдансаңыз болады. Ол мынандай, бірінші былай. Жигай масты дейді ғой. Мысалы, артыңдағы көпірді өртеп тастайсың. Болды, артқа жол жоқ. Ол үшін былай жасайсыз. Сіз қазір 50-ге жақын адамсызда бір группада. Бізде WhatsApp группадасызда, таңғы не деген, өзгер марафон деген группадасыз. Соның ішінде 50-ге жақын адам бар. Енді бұл жерде былай жасайсыз. Қазірден достасып атсыңыз. Соның ішінен өзіңізге бір қадағалаушы табыңыз. Мысалы, Айжан Жәмилямен қадағалаушы бола алады да. Мысалы, Айжан айтады Жәмиляға: мен бір ай бойы осындай кітап оқуды дағдыға айналдырғым келеді. Болмаса жаңағы 6 дағдыны таңғы дәстүрді толық орындап дағдыға айналдырғым келеді. Сол үшін маған қадағалаушы болшы деп келіссеңіз болады. Келіскеннен кейін сіз міндеттеме жазасыз. Жаңағы Жәмиляға мысалы былай жазасыз: мен Бірдеңеева Айжан бір ай бойы
осы таңғы дәстүрдегі 6 дағдыны толық жасауға міндеттеме аламын. Мысалы, неше минут жасайсыз? Минимумға уәде беріңіз. 100% максимумға емес, минимумға. 30 күн бойы жоқ дегенде, минимум 6 минут жасауға уәде беремін. Егер де мен бір ай бойы осы жоқ дегенде 6 минутты бір күн жасамайтын болсам, әр қалдырған бір күніме 10 000 теңге сізге беремін деп сөйтіп жазсаңыз болады. Сол кезде сізде стимул болады. Стимул. Егер де бір күн қалып қойсаңыз, сіздің қалтаңыздан 10 000 теңге шыққаннан кейін сізде уже мотивация болады. Мен ақшам кетіп жатыр, мен құрсын жасайын деп. Сол кезде сізде күнде жасау арқылы ол сізге әдетке айналады. Сөйтсеңіз болады. Бірақ мына жерде бір тағы ескерту бар. Сіз мысалы Айжан мен Жәмиляны мысал келтіріп отырмын да. Айжан Жәмиляға жаңағыдай келісіп не қылады ғой да. Міндеттеме жазады. Бірақ Жәмиля Айжанды қадағалайды да. Ал Айжан Жәмиляны қадағала алмайды. Себебі бір-бірін қадағалайтын болса, онда ол бір-біріне уступка көп болады. Мысалы, анау бір күн қалып қояды, сосын анау да қалып қояды, бір-бірін кешіріп кетеді да. Сондықтан ондай жағдай болмас үшін сіз біреуге қадағалаушы болдыңыз ба, ол адам сізге қадағалаушы бола алмайды. Ол адам өзге адамнан іздейді жаңа қадағалаушыны да. Мысалы, Айжанды Жәмиля қадағалайды. Жәмиляны мысалы Құралбек қадағалайды. Құралбекті мысалы мына жерде Нұрдәулет қадағалайды деген секілді да. Сөйтіп келіссеңіз болады бір-біріңізбен. Міндеттемені жазасыңыз, сосын міндеттемеде күнін жазасыңыз. Мысалы, мен Бірдеңеева Айжан бір ай бойы минимум 6 минут таңғы дәстүрдің 6 құралын тұрақты 30 күн бойы жасауға уәде беремін. Егер де істей алмасам, Жәмиля ханымға әр қалған күніме 10 000 теңге беруге уәде беремін деп сөйтіп жазсаңыз болады. Сол кезде сізде стимулы болады. Және де тағы оны былай да жасасаңыз болады. Мысалы, топтан ешкім таппасаңыз, жақсы сізді түсінетін бір достарыңыз болса, соларға да айтсаңыз болады қадағалаушына. Немесе тағы былай жасасаңыз болады. Инстаграмға шығасыңыз, публично сол жерде айтасыңыз, достар, 30 күн бойы мен сізге уәде беремін, күнде жасаймын деп, әр істегеніңізді сториске шығарып отырасыңыз. Солай да болады. Сөйтіп жасасаңыз болады, сөйтіп өзгересіздер. Міне сізге екі құрал бердім. Біруі дағды құру тәсілі. Дағды құру тәсілі да, ол жерде 100%, минимум 100% максимум. Екіншісі уәде беру де, міндеттеме алу арқылы жаңағы күнде жасау. Так, бізде кім? Айжан айтып отыр да, 5 күн. Сыйлығым бар деген былай. Араңызда нақты белсенді қатсам дегендерге мен сізге осы бағытта таңғы дәстүрді ары қарай алып кететін журнал бере аламын. Журнал. Былай айтқанда, журнал десек болады, ішінде полный 30 күн бойы өзіңді қадағалауға арналған бір журнал бар. Және де бірақ ол белсенділерге беріледі. Андай жаңағыдай тиіп қашып, істемей жүргендерге берілмейді. Босына тұрады да ол жаңағыдай үйде шаң-шаң болып тұрады. Так, екіншісі бізде жаңағы үздіктерді айқындап жатырық, қазір қарап жатырық. Бұйырса ертең уақытын айта алмаймын. Уақытын бұйырса қазір кешке белгілейтін боламыз. Мен жаңа көмекшілермен ақылдасайын. Бір уақытты белгілейміз. Сол кезде жаңағы қатысушылардың ішіне мысалы 10 белсенді болса, рандоммен тағы жүргіземіз. Бірақ ішіңізде 10-ы шықпайды, мен көріп отырмын. Ішінде енді жазып жүргендер бар, 10-ның үстінде бар, бірақ деген сөз бар. Жаңағы соңғы тапсырманы орындаған 2-3 адам тек. Бар жоғы 2-3 адам. Сондықтан солар жаңағы үздік болады деп ойлаймын. Жаңартылған таңғы дәстүрге бұйырса сол 20-сында бастаймыз. Қазірден, сосын бұл жерде тағы мынандай маркетинг жол дейді ғой. Енді оны көбі қолданады, бізде қолданып көрейік деп жатырық. Бізде енді онлайнды енді бастап жатырық қой. 4 адам алып келсеңіз, бір адамға тегін. Мысалы, құны 5 000 теңге де бізде таңғы дәстүрдің. 4 адам досыңызды алып келсеңіз, сізге бір адамға тегін болады. Егерде 3 адам алып келсеңіз, онда сізге жеңілдік болады. Жаңағыда 2 000 теңге жеңілдік болады. Мысалы, бір адам алып келсеңіз, 4 000 теңге жеңілдік деген сияқты.
не сондай жеңілдік біз қарастырып жатырмық. Егер де достарыңызға айтып, жаңағыдай туыс тумаластарыңызға айтсаңыз, осындай дамығысы келетін адамдарға, олар сіздің атыңызбен келіп, мені Айжан шақырт, мені Жәмилә шақырт, мені Нұрдәулет шақырт деп келетін болса, әр адамға 1000 теңгеден жеңілдік болады. 4 адам алып келсеңіз, онда бір билет сізге тегін болады. Мысалы 2 адам алып келсеңіз 2000 теңге жеңілдік болады деген секілді. Сосын жаңағы 3 жеңімпазға мынандай жеңілдігіміз бар. 3 жеңімпазды ертең айқындаймыз. Сосын біреуіне тегін болады, біреуіне 100% тегін болады, екеуіне 50% жеңілдік болады. Екеуіне 50% жеңілдік. Ол жаңа 50%-ың 2500 теңге. Олар тағы 2 адам алып келетін болса, онда оларға тоже тегін болады. Олар 2 адам алып келсе, тегін болады, достар. Не осындай қарапайым жеңілдіктермен бұйырса жұмыстанамыз. Так, адрес жазып жіберейін деп жатырсыз ба, Айжан ханым дейді. Так. Так, Айжан ханым, сіз егерде марафонға 5 адам алып келген болсаңдар, бізге дәлелін көрсетіңіз, осындай адамдар мен шақырдым деп. Онда сізге міндетті түрде тегін болады. Ары қарай жаңағы сыйлықтарыңызды береміз. Так, басқа сұрақтарыңыз бар ма, достар? Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Сосын сіздерден бір сұрайтыным бар, достар. Мысалы біз, карма дейді ғой, карма деген бар, орыс тілінде. Ол, мысалы, бізде қазір уақыт бөліп, мысалы 5 күн бойы сіздерге мынандай тақырыптарды дайындап, жүйелетіп беріп жатыр. Сондықтан сіз жақтан да бір не болса, үлесіңіз болса, мысалы пайдалы ақпараттар алып жатқан болсаңдар, бірақ шынайы болу керек та, сіз жақтан бір пікір берсеңіз, текстовый болсын, видеомен болсын, видеомен болса жақсы болар еді, бір 30 секунд, 25 секунд кәдімгі осылай видеоны қосып қойып, мен осындай өзгер марафонға қатыстым, бұл жерде мынандай нәрселер үйрендім деген сияқты қарапайым тілмен айта алатын болсаңдар жақсы болар еді. Ол біздің ертеңгі күнде немізде тұрады, инстаграмдарда тұрады, сол жерден адамдар көре алады, актуальныйдан жаңағы көріп, ертеңгі күнде біздің марафонға келу үшін, мысалы қарайды ғой адамдар, сол жерде сіздің жылы пікірлеріңіз болса, сол пікірлеріңізге қарай адамдар келеді. Ол бізге де жақсы. Сізде мысалы қазір тегін қатысып көп ақпараттар алып жатсыңыздар, сондықтан егерден шынымен бір пайдалы ақпарат алған болсаңдар, соны шынайы жүрекпен бір пікірлеріңізді білдірсеңіз, отзыв дейді ғой, мысалы постпен жазсаңыз да болады, даже WhatsApp-қа жазып жіберсеңіз де болады. Біз оны скринмен сол актуальныйға саламыз. Ал ең жақсы күштісі ол жаңағы видеоға түсіп салсаңыз, онда нұр үстіне нұр болар еді. Иә, Гаухар, Айжан, біздің үздіктер ғой. Жаңағы кім бар? Жәмилә бар, Нұрдәулет бар, Құрал бар да, Құралбек бар, кім бар тағы бізде? Басында бастап кішкене отырып қалғандар да бар. Не, Бауке деген бар. Так, бізде 10-ның үстінде адам бар, қазіргі таңда белсенді қатысып жатқан 50 адамның ішінен да. Достар, сұрақтар бар ма? Бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Иә, видео WhatsApp-қа жіберсеңіз болады. Болмаса өзіңіздің сторисіңізға салып, бізді белгілеп кетсеңіз, ол бізде де тұрады. Біз соны автоматым сториске де сала аламыз. Қалай сізге ыңғайлы, солай жазсаңыз болады, достар. Жаңағы кәдімгі үйдегі телефонның видеосына түсіп, бізге жіберсеңіз болады WhatsApp-қа. Так, Айжан, тікелей эфирдің астына жазылды ғой, сіздер жақтан жоқ. Так, менің ойымда...
үлгермей қалсаңыз видео түсе берсеңіз болады. Айжан, сіз мана бір пікір жаздым, лайк жоқ дедіңіз, мен соны түсінбедім. Қай жерде сіз жаңағыдай комментарий жаздыңыз, соны толығырақ айтып кетсеңіз. Бізде қазір 3 канал бар ғой. Өзгер академия, жаңа Нұрасыл Тоқбай деген бар, сосын Өзгер марафон деген бар. Қай жерге жаздыңыз? Так, Құралбек мырзада күшті. Иә, Құралбек, бұрын біздің курстарға қатысып жүрген Жаңаөзеннің жігіті, керемет жігіті. Ол мұнайшы, бір жағынан жағы спорт жетекшісі ол да спорт жаттықтырушы. Керемет жігіт. Бұйырса. Айжан, сізге ерекше алғысымды айтамын. Сіз біздің өткенде де осы 3-ші рет қатысып отырсыңыз. Осының барлығында сіз зажигалка болып, бізге кәдімгідей күшті қылып, біздің марафонның жанарын келтіріп жүрген сізсіз. Сізге алғысымды білдіремін. Сізге ерекше бір бұйырса, бір тағы жеке бір подаркым беремін. Коучинг жағынан сізге пайдалы бір видео беретін боламын. Жақын арада бұйырса. Так, сосын Айжан ханым, сізге бұйырса тағы бір сыйлығым бар. 40 мыңдық курс бар бізде. Бұрын жүргіздік. Өткенде жүргіземіз деп әлі сәті түспей жүр. Бұйырса соны да осы айдың аяғында бастаймыз. Жетістік формуласы деген бір айлық жалпы кәсіпкерлермен қазіргі активно дамып жатқан адамдар арналған 20 құрал бар ішінде. Полный мақсат, сананы басқару, жаңағы қуатты қадағалау, шешім қабылдаудың бірнеше түрлері, сондай мықты программа бар. Соны бұйырса сізге тегін өткізуге, міне тағы да сізге айтып отырмын, соған тегін өткіземін сізді. Айжан ханым, күн, түнде ай болады, күндіз күн болады. Кәдімгі жанарын келтіріп жүрген қарындасым, керемет, машалла. Достар, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойып қалыңдар. Қандай сұрақтар бар? Бізде қазір күн батайын деп жатыр. Керемет. Сұрақтарыңыз бар ма? Так, достар, қандай сұрақтар бар? Бұйырса, жақын арада біз соны жүргіземіз. 3-ші курсымыз бәрі жүйелі. Бірінші 5 күндік тегін марафон, 7 күндік таңғы дәстүр марафоны, 3-ші сатыда уже өзін көрсеткен белсенділерге үлкен бір айлық курс бар. Ол жетістік формуласы деген курс, сол жерден бұйырса өтетін боласыздар. Бірінші таңғы дәстүрді өтіп алыңдар, достар. Дағдыға айналдырып алыңыз. Себебі таңғы дәстүрде сізде күшті дамитын процесстер өседі. Кітап оқып бастайсыңыз, күнделік жоспарлап бастайсыңыз, санаңыз істеп бастайды, денеңізде қуат болады. Сол кезде сізде жаңағы бұрыннан бітіре алмай жүрген шаруаның барлығына сол кезде сізге жаңағы 3-ші курс, жетістік формуласы курсы сізге сол кезде пайдасын береді. Так, достар, қоштасамыз ба енді? Бірақ жаңағы менің өтінішімді орындасаңдар, видео отзыв, текстовый отзыв, соның барлығын жіберсеңдер, сосын бүгінгі үй тапсырмамды орындаңыз, достар. Минимум 100%, максимум немесе міндеттеме жазған болсаңдар, соны сүгіртке түсіріп жіберіңдер. Ертең соны соңғы 5-ші күннің үй тапсырмасын біз учитывать етеміз, есепке аламыз. Соны есепке алып, ертең күні жаңағы келесі курсымызға сізге мүмкіндік береміз қатысуға. Айжан ханым, итак қатысады біздің жетістік жаңа негімізге, таңғы дәстүрге. Сосын бұйырса келесі жетістік формуласына тағы қатысасыз. Так, адам саны көп болса, возможно, ақылы кураторда болып кету мүмкінсіз. Уақытыңыз болып жатса әрине. Так, не істейміз басқа? Жаңағыны орындайсыз ғой да? Видео отзыв, пікіріңізді жазыңыз, достар. Сосын жаңағы таңғы дәстүрге қатысам дейтін болсаңдар, достар, толық ақпарат алам дейтін болсаңдар, бізге хабарласыңдар.
біздер сізге толық ақпаратын беретін боламыз. Бұйырса 20-сында бастаймыз. Міне бізде 3 күн қалды. Маған қызық болып тұр. Араңызда нақты кім қатысады айтып жіберіңдерші. Осы араңызда қазір бірнеше адам бар. Соның арасында таңғы дәстүрге қатысам деген адам бар ма? Таңғы дәстүрге қатысам деген араңызда адамдар бар ма? Болса қатысамын деп айтсаңыз. Бізде әлі 2 күн вебинар жүргізеді. Пайдалы контент берем сізге. 2 күн вебинар. Суббота, воскресенье 2 күн пайдалы вебинар жүргіземін. Соның ішінде таңғы дәстүр жағынан тағы да толық айтып кетемін. Так, Гаухар мен дейді. Машалла, Гаухар қатысамын дейді. Тағы кімдер бар, достар? Ниетім бар дейді Баукеде. Аха, молодец. Қатысамын, Гаухар қатысамын дейді. Машалла. Таңғы дәстүрде жаңағы 6 дағыны толық ашатын боламыз, достар. Толық. Бұл жерде кәдімгі күнде эфирге шығып бір-бірімізбен байланыста боламыз. Бізде Лерми деген программада болады. Барлығы ішінде жүйелетіп қойылған. Так, жақсы онда, достар. Сұрақтарыңыз болмаса, онда эфирді аяқтаймыз. Сізге жаңа үй тапсырмасын орындау керек. Жаңа 2 дағыда минимум 100% максимумды жазасыз. Сосын болмаса екінші дағыны қолдансаңыз, жаңа міндеттеме жазу. Біздің группадан қадағалаушы таңдаңыз, сол қадағалаушымен келісіп, соған міндеттеме жазасыз, скринге түсіріп, біздің группаға немесе біздің жекемізге жібересіз. Содан кейін екіншісі жаңағы отзывтарыңызды берсеңіз, видео немесе жаңағы текстовый отзывтарыңызды. Так, баршамызға Алла береке берсін, аман есендікте болайық. Бұйырса әлде егерде аманшылық болып жатса, алда уақытта талай курстарды бұйырса өткізетін ойларымыз бар. YouTube'дан ажырамаңыз. YouTube'да күнде біз күніге жоқ дегенде бір видео саламыз, жоқ дегенде бір видео. Бізде қазір жоспар құрдық. Күніге минимум бір видео, 100% 2 видео, максимум 3 видео. Әрине, ішінде кейбіреулер сілтемемен кететін видеолар да болады. Олар сізге көрінбеуі мүмкін. Бірақ жоқ дегенде бір видео салынады. Пайдалы видеолар. Соларды қарап дамысаңыз болады. Сосын, достар, біздің Өзгер академияға дұға етіп қойсаңдар, осылай жаңадай Нұрсила ағамыз қосап, тағы басқа мықты тренерлер қосап, жаңадай Брайан Трейси, Ицхак Пентасевич ағаларымыз қосап, дамуымызға бір дұға етіп қойсаңдар. Жаңағы бізде жеңілдіктер барды. Гаухар, егерде 4 адам алып келсеңіз, сізде тегін болады. Егерде 2 адам алып келсеңіз, жаңында 2-3 мың теңге жеңілдік болады деген секілді. Так, достар, онда аяқтаймыз. Жаңағы шарттарды түсіндік қой. Ал баршаңызға Алла қуат берсін. Келесі марафондарда, келесі сабақтарда көріскенше, достар. Қош аман болайық. Бірақ тапсырмаларды орындайық, достар. Қош аман болыңдар.